Сізге өзіңіздің жеті атаны айтып беру керек болады. Сағылбай, Сыздық, Ахмет, Топшақ, Шалабай. Неше болды? Сағынбай, Сыздық. Ой, Жаслан, Сағынбай, Сыздық, Топшақ, Шалабай. Майя, сосын Арғын сөзім. Сіздің ойыңызша қазақтарға не үшін өзінің жеті атаны білу керек? Себебі ол дәстүр. Сен атаны білуің керексің. Әр адам өзінің аты шыққан, қай жерден аты шыққанын білу керек, өзінің тегін барлығын жатқа білсе, тарихын және қайдан шыққанын әрбір адам білу керек екен. Ал сіз қандай қазақи дәстүрлерді сақтап жүрсіз? Қазіргі таңда мысалы наурыз мерекесі және тағы да басқа мерекелер. Мысалы бала 1 жасқа толғанда оның тұсауын кеседі, ол да дәстүрге жатады. Сосын қазіргі таңда біз қазақтардың бұрыннан келе жатқан аспаптарында ойнаймыз, тамақтарын ішеміз және де оны сақтауға барынша тырысамыз. Келсе? Рахмет. Сізге қазақ елінің атынан сыр не? Сыр не екенін білесіз ба? Иә. Рахмет, ас болсын. Рахмет, Алла разы болсын.